Сәлеметсіздер ме? Қазір бізде дүниетану сабағы. Видео сабақты жүргізетін мен Құттымарата Балсия. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен компьютердің алдында дұрыс отыру керектігін ережесін есімізге түсіреміз. Бойымызды тік ұстап, аяғымызды еденге тигізіп, арқамызды орындыққа түзеп, көзімізбен монитордың арақашықтығын сақтап, дұрыс отырамыз. Оқушылар, көңіл-күйіміз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Ендеше сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Өткен сабақта үй жұмысына қандай тапсырма бердім? 88-ші беттегі диаграмманы қарастырып келуге берген болатынмын. Барлығымыз орындап келдік пе? Тамаша, жарайсыңдар. Қазір дәптерлерімізді ашып қоямыз, мен тексеріп шығамын. Жарайсыңдар оқушылар, ал енді өткен тақырыпты есімізге түсірейікші. Өткен тақырып бойынша есімізде не қалды? Өрт қаупі болса, қайда хабарласу керек? Су құбыры жарылса, не істеу керек? Жасанды орта дегеніміз не? Адамның тіршілік ортасын ата. Үйге газ тарағанда не істеу керек? Тамаша, жарайсыңдар, естеріңде қалыпты. Ал енді жаңа тақырыпқа көшейік. Ол үшін мына бейнебаянға назар аударайық. Бұл кәсібінің нәсібін көріп отырған Бақтыбай Жолдыбайұлы. Осыдан тура 1 жыл бұрын ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан жеңілдетілген несие алған. Қазір жылқы өсіріп, табыстың көзін тапқан. Айтуынша, шағын және орта бизнеспен айналысатындар үшін еңбек бағдарламасының тиімділігі орасан. Былтыр 2019 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 4 миллион несие алғанбыз. Соған 10 бие алып, қазіргі жұмысымыз халыққа саумал, қымыз, қолымыздан келгенше қызметімізді көрсетіп жатырмыз. Жалғыз қымыз бен саумалға қарап тұрмай, саумал мен қымызға келген халықтар сұраныстары құрт, май, ірімшік, кәдімгі үйдің айраны, үйдің сүтін сұраныста. Және де соған қосымша қойды да сұрап жатыр. Осыған байланысты ауыл шаруашылық қолдау қорымен бірге ары қарата дамытып, қой шаруасында өсірсек деген ойда бар. Балалар, бұл көрген бейнебаян не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, ауыл шаруашылығы туралы. Бұл шаруашылық қай жерде көрсетілген? Иә, біздің өлкеміз, яғни Қазақстандағы ауыл шаруашылығы жайында әңгімелеген. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз менің өлкемдегі ауыл шаруашылығы деп аталады. Бүгін біз ауыл шаруашылық жайында толығырақ танысатын боламыз. Оқушылар, адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды деп ойлайсыңдар? Себебін түсіндіріп көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, ас адамның арқауы деп бекер айтпаған ғой. Балалар, біздің дастарханымызға нан және тағы да басқа қандай тағамдар келеді? Түрлі басқа да азық-түліктер, иә? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ол азық-түліктерді біз қайдан аламыз? Иә, белгілі бір фермалардан аламыз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдері мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қарасты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілген. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермалар пайда болды. Ферманың қожайыны фермер. Оның қарамағында жер телімі, техникасы, малдар бар. Қандай мал шаруашылығы немесе дақыл өсірумен айналысатын фермердің өзі шешеді. Ол жиналған өнімді көп бөлігін сатады да, қалған бөлігін өзіне қалдырады. Бұл фермердің шаруашылығын өркендетуге бағытталған жоспарларының ісінің бірі болып табылады. Ал қазір парталастарыңмен мына сұрақта талқылаңдар. Фермер қандай шаруашылығымен айналысады? Фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болу керек? Шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп, қант қызылшасы, сәбізден мол өнім аласың. Оны сату үшін не істейсің? Тамаша, жарайсыңдар, өте керемет. Мен айтып берген мәліметті жақсы ұғыныпсыңдар.
Ал енді келесі тапсырма. Тақтада тұрған мына сызбаға қарап пікір білдіріңдер. Яғни ауыл шаруашылығы қандай бөліктерге бөлінеді және олар қандай қызмет атқаратын анықтап айтып бересіңдер. Ауыл шаруашылығы қандай шаруашылықтарға бөлінеді екен? Олардың әрқайсысы нені өндіреді екен? Тамаша балалар, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ал қазір бойымызды сергітіп алайық. Тақтаға назар аударыңдар. Балалар, біздің өлкеміз шаруашылықтың қай түрімен айналысады? Жалпы біздің Қазақстан өлкесінде қандай шаруашылықта дамыған? Жақсы, ал біздің Қостанай өңіріміз қандай шаруашылықпен айналысады? Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді өздерің тұратын аймақтың табиғат жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтап көресіңдер. Жер жағдайының ерекшелігі, ауа райының қолайлығы, су көздерінің алыс жақындығын жұптарыңмен бірге ақылдасып, пікірлеріңді білдіресіңдер. Тамаша оқушылар, жарайсыңдар. Ал енді жұптар бірін-бірін от шашу әдісі арқылы бағалаңдар. Тамаша. Ал қазір оқушылар, мен сендерге қима қағаздар таратып беремін. Сол қима қағаздарға бүгінгі тақырыптан алған тиімді, естеріңде қалған қызықты мәліметтерді, білімдеріңді жазып, мына дорбаға саласыңдар. Бұл білім дорбасы деп аталады. Біз бұл білім дорбасын болашаққа өзімізбен бірге алып кетеміз. Яғни, бұл білімдерді біз мәңгіге есімізде сақтап, көкейімізге түйіп қаламыз. Жарайсыңдар оқушылар. Ал қазір мен сендерге алма және қызанақты таратып беремін. Егер сендерге бүгінгі сабақ ұнаған болса, алманы себетке саласыңдар. Ал егер де бүгінгі сабақ сендерге қызықсыз өтсе, ұнамаған болса, қызанақты таңдап себетке саласыңдар. Жақсы, рахмет оқушылар. Үйге тапсырма, ата-аналарыңмен бірге Қостанай облысындағы ең танымал фермер және оның шаруашылығы жайлы іздестіріп келесіңдер. Осымен оқушылар, сабақ үшін рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.